Жаздың жайма шуақ күн еді. Ауылдың шетіндегі ескілеу, бірақ берекесі бар шағын үйдің ауласынан балалардың айғайы үзілмейтін. Сол үйде мектепте мұғалім болып еңбек ететін Нұрлан мен жары Күләш екі перзент тәрбиелеп өсіріп жатқан. Үлкені Марат, кішісі Айгүл. Екеуі де ата-анасының көз қуанышы болғанмен мінездері күн мен түнде еді. Марат айтқаннан қайтпайтын, ашуы тез. Айгүл қырсықтау болғанмен жүрегі жұмсақ қыз. Ата-анасы таңертең ерте мектепке кетеді. Үйдің жұмысы екі баланың мойнында қалатын. Бірі су тасиды, бірі қораны тазалайды, бірі отын жарады. Бірақ сол жұмыстардың өзі күн сайын жанжалға айналатын. Неге мен ғана істеймін? Сен де жаса деп Марат даусын көтеретін. Кеше мен істедім ғой. Бүгін сенің кезегің деп Айгүл де қайтпайтын. Көп замай сөзден жанжал шығып, Марат қарындасын итеріп жіберетін. Кейде қолындағы сыпырғышпен ұрып та қалатын. Жылап үйге кірген Айгүл кешке келген анасына: "Анашым, Марат тағы да ұрды" деп көз жасын тия алмайтын. Күләш ашуға булығып, қыз балаға қол көтеруге болмайды деп Маратты жазалайтын. Бірақ ешкім оның не үшін ашуланғанын сұрамайтын. Мараттың ішінде күн сайын өкпе жинала береді. Үнемі Айгүлді жақтайды. Мен бұл үйде бөтен сияқтым деп ойлайтын. Ал Айгүл болса, ағам мені ешқашан жақсы көрмейді деп ішінен жылайтын. Сол күннен бастап екеуінің арасына көзге көрінбейтін бір қабырға қаланды. Күн өткен сайын ол қабырға биіктей берді. Күздің қара суығы ерте түсті. Таң қылаң бере Нұрлан мен Күләш тағы да мектепке асығып кетті. Есінен шығарда Күләш: "Марат, қораның қиын тазалап қой. Айгүл үйді жинап, түске дейін тамақ әзірлеңдер. Ұрыспаңдар. Екеуің бір-біріңе сүйеу болыңдар" деп ескертіп кетті. Жарайды деп екеуі бір ауыздан. Бірақ ата-ананың қарасы көрінбей жатып ақ тыныштық бұзылды. "Қораны сен тазала" деді Марат. "Анам кеше сен тазалайсың деген" деп жауап қатты Айгүл. "Маған ақыл айтпа. Мен де сенің қызметшің емеспін." Сөзден сөз шығып, дауыл қайды. Марат ашуға булығып шелектегі суды бір теуіп жіберді. "Бар өзің істе." "Істемеймін." Айгүл де қайсарлық танытты. Ашуына ие бола алмаған Марат қарындасының қолынан тартып жіберді. Айгүл сүрініп құлап тізесін тасқа ұрып алды. Тізесінен қан ақты. "Сен жамансың" деп жылаған үйге кіріп кетті. Кешке жұмыстан келген Күләш қызының жараланғанын көріп, жүрегі сыздап кетті. "Мұны кім істеді?" "Марат." Күләш үндеместен ұлын шақырды. "Қыз балаға қол көтергенің не? Ол өзі. Үндеме, сен үлкенсің." Анасы ұлын тағы да жазалады. Марат үнсіз тұрды. Ақталғысы келді, бірақ тағы да ешкім оның сөзін тыңдамады. Сол түні ол сыртқа шығып, жалғыз өзі аулада ұзақ отырды. Көзінен жас шықпаса да кеудесіне бір мұз қатқандай болды. Осы үйде мені ешкім түсінбейді. Ал үй ішінде Айгүл де жастығына бетін басып жылап жатты. "Неге ағам басқа балалардың ағасындай емес? Неге мені қорғайтын емес, қорғылатын адам болып кетті?" Бір үйде өскен екі бала, бір анадан туған екі бауыр. Бірақ араларындағы мейірімнің орнын өкпе басып келе жатты. Жылдар сырғып өте шықты. Кеше ғана бір ойыншыққа таласып, күнде ұрсып жүретін Марат пен Айгүл ер жетіп, бой жетті. Бірақ уақыт олардың арасындағы ренішті өшірмеді. Керісінше, бала күннен жүрекке қатқан өкпе екеуін бір үйде тұрса да бір-біріне бөтен етіп жіберді. Марат жоғарғы оқу орнын бітіріп, әке-шешесінің жолын қуып, ауыл мектебіне мұғалім болып орналасты. Елдің бәрі оны тәрбиелі, сабырлы жігіт деп сыйлайтын. Бірақ үйге келгенде қарындасымен бұрындағыдай салқын амандасады. Айгүл де колледжді аяқтап жұмысқа тұрды. Жұртпен ашық жарқын сөйлескенмен ағасына келгенде қабағы бірден түйілетін. Бір дастарханда отырса да көзін көтеріп қарамайтын. Көп ұзамай Марат көрші ауылдың ибалы қызы Жазираға үйленді. Ақ жаулық жамылған жас келін бұл шаңыраққа бар ықыласымен қызмет етті. Енесі мен атасын, туған ата-анасындай сыйлады. Бірақ оның көңілін таба алмаған жалғыз адам болды. Ол Айгүл еді. Айгүл ағасын бала күннен жек көріп өскендіктен оның жарынды жылы қабылдай алмады. Мараттың әйелі деген ойдың өзі жүрегіне жақындатпады.
Ал Жазира болса қайын сіңлісіне барынша ізет көрсететін. Ерке қыз шайың дайын болды. Ерке қыз жұмыстан шаршаған шығарсың, демалып ал. Ерке қыз мына көйлегіңді жуып үтіктеп қойдым. Қазақы дәстүрмен атын атамай ерке қыз деп еркелетіп сөйлейтін. Бірақ Айгүлдің жауабы өзгермейтін. Қажеті жоқ, өзім білемін. Кейде тіпті үнсіз бұрылып кететін. Жазира қанша жақсылық жасаса да Айгүлдің жүрегіндегі мұзды жібіте алмады. Бір күні кешкі шай үстінде Жазираның қолынан кесе түсіп кетіп, сынып қалды. Соны күтіп тұрғанда Айгүл: осы үйге келгеннен бері сындырмаған дүниең қалмады ғой деп кекесімен күлді. Үй іші бірден тына қалды. Айгүл, келінге ауыр сөз айтпа деді Күләш. Бірақ Айгүл үндеместен орнынан тұрып кетіп қалды. Жазира болса ешкімге ренішін білдірмей сынған кесенің сынықтарын үнсіз жинап жүрді. Бірақ бұл үнсіздік көп ұзамай бүкіл әулеттің берекесін шайқайтын үлкен дауылдың бастамасы екенін ешкім әлі білген жоқ. Жазира алғашында үндемейтін, жас қой, мінезі түзелер деп өзін жұбататын. Тіпті қайын сіңлісінің атын атамай қазақы дәстүрмен ерке қыз шайың дайын болды. Ерке қыз жұмыстан шаршаған шығарсың, демалып ал. Үйдің тірлігін мен ақ істеймін деп сый құрметін аямады. Бірақ Айгүлдің көңілі жібімеді. Өйткені оның жүрегіндегі өкпе Жазираға емес, Маратқа еді. Ал Жазира сол Мараттың жары болатын. Бір күні кешке Күләш пен Нұрлан көрші ауылдағы тойға кетті. Үйде Марат, Жазира және Айгүл ғана қалды. Жазира дастархан әзірлеп жүріп: ерке қыз, кел, бірге шай ішейік деді күлімсіреп. Мен сенімен бір дастарханға отыруға міндетті емеспін деді Айгүл қабағын түйіп. Жазира үнсіз қалды. Осыны естіген Мараттың шыдамы таусылды. Айгүл, не көрінді саған? Әйеліңнің саған не жазығы бар? Сенің әйелің болғаны жетеді. Ол саған жамандық істеді ме? Маған жақсылық жасаудың да керегі жоқ. Жетер енді, үйдің берекесін қашырдың. Мен бе, әлде сен бе? Бала күнімнен мені ұрып жылатып өсірген өзің емес пе? Айгүлдің бұл сөзі Мараттың ашуын одан сайын қоздырды. Өткенді қазбалай берме. Мен ұмытқан жоқпын, сен де ұмытпа. Айғай күшейіп кеткенде Жазира екеуінің арасына түсті. Марат, қойшы, ұрыспаңдаршы. Сен араласпа деді Айгүл қатқыл үнмен. Жазираның жүрегі шәм ете қалды. Сол үйге келгелі алғаш рет өзін бөтен адамдай сезінді. Сол түні ол жастығына бетін басып ұзақ жылады. Ал сыртта тұрған Айгүл де көз жасын тыя алмады. Екеуі де жылады. Бірақ бір-бірінің көз жасын ешқайсы көрмеді. Дәл сол түні Жазира бұл үйден бір жолата кету туралы шешім қабылдады. Жазира сол түні көзіле алмады. Айгүлдің мен сенімен бір дастарханға отыруға міндетті емеспін деген сөзі қайта-қайта құлағына келе берді. Түн ортасы ауғанда ғана Марат үнсіз тіл қатты. Жазира: иә, Айгүлдің сөзіне болар ренжіме, мінезі сондай. Жазира күрсініп қойды. Мінезі сондай екен білем, бірақ мен оған не жаздым? Марат, бір рет болсын жаман сөз айтқан емеспін. Қайта туған сіңлімдей көріп, ерке қыз деп сыйлап жүрмін. Сонда да менен жиіркенгендей қарайды. Марат жауап таба алмады. Өйткені әйелі өтірік айтып отырған жоқ еді. Ертеңіне таңертең Жазира үйдің тірлігін әдеттегідей бітіріп шықты. Шайды демдеді, нанды дастарханға қойды, енесінің жұмысқа киетін көйлегін үтіктеді. Бірақ жүзінен күлкі байқалмайтын. Күләш мұны сезіп: қызым, бір жерің ауырып тұр ма деп сұрады. Жоқ апа, аздап шаршап жүрмін. Демалып жүр, үйдің жұмысы қашпайды. Жарайды апа. Осы кезде Айгүл жұмысқа жиналып шықты. Жазира әдетінше: ерке қыз, шайыңды ішіп кет, аш қарынға жұмыс ауыр болады деді. Айгүл оған бір қарап алды да: өз күнімді өзім көремін деп есікті тарс жауып шығып кетті. Жазира үнсіз қалды. Күләш те қызының бұл қылығына ұялды. Қызым, көңіліне алма, бір күні бәрі түзелер. Жазира күлімсіремек болды. Иншалла. Бірақ ішінде бір нәрсе сынып кеткен еді. Сол күні кешке Жазира Төркіне хабарласып: анашым, ертең үйге барып қайтсам бола ма деді. Анасы қызының даусынан бір нәрсенің болғанын бірден сезді. Келе ғой қызым, әкең екеуміз күтіп аламыз. Жазира телефонды қойған соң терең күрсінді. Ол бұл жолы Төркіне қонақ болып емес, мұңын арқалап бара жатқан өзі сезбеген еді. Жазира Төркіне кеткеніне 6 күн болды.
6 күннің ішінде ол бір ретте хабарласқан жоқ. Марат күн сайын қоңырау шалатын, бірақ Жазира телефон көтермейтін. Кейде қоңырау өзінен өзі сөніп қалса, кейде мүлде басқа байланысқа шықпайтын. Үйдің іші де бұрындағыдай емес еді. Күләш күнде дастархан басына бір кесе артық қойып, артынан үнсіз қайталып қоятын. Келіннің орны бірден білінеді екен деп ауыр күрсінетін. Ал Нұрлан үндемейтін. Бірақ қабағынан бәрі көрініп тұратын. 7-ші күні Марат тағы да хабарласты. Бұл жолы да жауап болмады. Арада бірер минут өткенде телефоны қысқа ғана хабарлама келді. Марат, мен іздеме. Бұл үйге енді қайтып бармаймын. Мені ұмыт. Бар болған осы. Марат әлгі хабарламаға ұзақ қарап отырып қалды. Жүрегіне біреу тас байлап қойғандай демі тарылып кетті. Кешке болғаны жайды ата-анасына айтты. Күләштің көзіне еріксіз жас келді. Қызымның жаны әбден жараланған екен. Нұрлан ауыр күрсініп үнсіз отырған Айгүлге бұрылды. Айгүл, осы үйдің берекесін кетіргенде, келіннің көңілін қалдырғанда сен. Мен ештеңе істеген жоқпын, деді Айгүл қабағын түйіп. Әлі де мойындамайсың ба, деді Күләш. Қызым, Жазира саған бір ауыз ауыр сөз айтты ма? Қайта ерке қызды еркелетіп, сыйлап өтті. Ал сен оның жақсылығын жамандықпен қайырдың. Айгүл үнсіз төмен қарады. Сәлден соң Нұрланның дауысы қатқыл шықты. Ертең таңертең Жазираның үйіне өзің барасың. Айгүл жалт қарады. Мен бе? Иә. Өз қолыңмен кешірім сұрап, келінді алып келесің. Бұл біздің емес, сенің міндетің. Мен бармаймын. Барасың, деді Нұрлан, алғаш рет қызына даусын көтеріп. Біреудің жүрегін жаралау оңай. Ал сол жараның жазылуы қиын екенін енді түсінетін кезің келді. Үй іші үнсіздікке көмілді. Ал Айгүлдің кеудесі намыс кернеп тұрды. Мен ешкімнен кешірім сұрамаймын, деп тістеніп отырды. Нұрлан осы уақытқа дейін үндемей тыңдап отырған. Бір кезде шыдамы таусылып жұдырығымен үстелді тарс еткізіп бір қойды. Жетер енді, деді қаһарлана. Екеуің әлі күнге дейін бала сияқты бір-біріңмен жауласып жүрсіңдер. Бір анадан туған бауырсыңдар ма әлде атау жаусыңдар ма? Үй іші тып-тыныш болып қалды. Сендердің кесірлеріңнен осы үйдің берекесі қашты. Келіннің көңілі қалды. Күні кеше күліп отырған шаңырақтың бүгін тыныштығы бұзылды. Соған екеуің де кінәлісіңдер. Айгүл көзін төмен салды. Айгүл, сен қыз баласың. Ертең сен де біреудің босағасын аттайсың. Сен де біреуге келін боласың. Ертең өзіңдей мінезді қайынсыңның кездессе не істер едің? Сонда ғана бүгінгі істегенің қандай ауыр екенін түсінер ме едің? Нұрланның дауысы дірілдеп кетті. Осындай тірліктеріңді көргенше, мені қара жердің астына тапсырғандарың артық еді. Сонда ең болмаса, мына күнді көрмес едім. Күләш үнсіз көз жасын сүртті. Бір үйдің балалары бір-біріне мейірім көрсете алмаса, одан өткен қасірет бар ма? Деді Нұрлан. Сендер менің ақшашымды көбейттіңдер. Қанша жылдан бері татуласады деп үміттеніп келем. Бірақ өкпелерің азаймақ түгілі күннен күнге көбейіп барады. Ол орнынан атып тұрып, Марат пен Айгүлге кезек-кезек қарады. Естіп алыңдар. Жазира осы үйге қайта келмейінше, мына шаңырақта ешқайсыңды қадірлерің жоқ. Екеуің де барып келіннен кешірім сұрайсыңдар. Алып келесіңдер. Марат үнсіз тұрды. Айгүлді тіл қатпады. Ал егер келінді алып келмейміз десеңдер, деді Нұрлан жүзі сұрланып. Екеуің де мына үйден кетіңдер. Осындай тасбауыр балаларың әке-шешесі болғанша, жалғыз қалғаным 1000 есе артық. Нұрланның бұл сөзінен кейін үйдің ішін өлі тыныштық басты. Өйткені әкелері бұған дейін оларға ешқашанда дәл бұлай ашуланып көрмеген еді. Әкесінің қатты сөзінен кейін Айгүлдің қарсыласуға шамасы қалмады. Барғысы келмесе де амалсыз көнді. Ертесіне таңертең Марат екеуі Жазираның төркініне жол тартты. Жол бойы екеуі бір ауыз сөз сөйлеспеді. Көліктің ішін үнсіздік биледі. Мараттың ойы Жазирада, ал Айгүлдің көкейінде неге мен кешірім сұрауым керек деген намыс қана тұрды. Бірнеше сағаттан кейін олар Жазираның үйіне жетті. Жазираның ата-анасы екеуін жылы қарсы алды. Келіңдер қарақтарым, аман есен жеттіңдер ме деп төрге отырғызды. Байқаса, олар қыздарың ренжіп келгеннен мүлде бейхабар екен. Жазира да ештеңе айтпаған.
Жазира шай құйып жүріп Маратқа бір-екі рет ұрлана қарап қойды. Жолдасын сағынғаны жүзінен ақ байқалып тұр еді. Осыны сезген Марат өтірік болса да сыр бермеуге тырысты. Әке, шеше, біз басқа жақын шаруасымен келе жатқанбыз. Жолай Жазираны алып кетейік дедік деді жай ғана. Дұрыс болған екен деп қуанып қалды Жазиран әкесі. Қыздың төркіне келіп тұрғандарын өзі сыйластық қой. Жазира үнсіз ғана күлімсіреді. Ол бұл сөздің өтірік екен қайдан білсін? Ешкім реніш туралы ауыз ашпады. Шай ішіліп болған соң Жазира бөлмесіне кіріп сөмкесіне жинақтап шықты. Жүрейік деді жай ғана. Жол бойы да ешкім артық сөз айтпады. Үшеуі күн ұясына қонар шақта ауылға жетті. Көліктен түсе сала Айгүл үйге қарай беттеді. Есіктен кірген бойда: "Міне, келіндеріңізді алып келдік. Енді разысыздар ма?" деп зілмен айтып, ешкімнің жауабын күтпестен бөлмесіне кіріп кетіп есігін тарс жауып алды. Күләштің жүрегі шам ете қалды. Ал Жазира болса басын төмен салып үнсіз тұрды. Ол қайтадан осы шаңырақтың табалдырығын аттағанымен бұл үйдегі мұздың әлі ермеген анық сезіп тұр еді. Жазира үйге оралғаннан кейін Айгүл бұрынғыша ашық ұрыспайтын болды. Бірақ көңілді жібіген жоқ. Бір үйде тұрса да екеуінің арасы бұрындағыдай салқын еді. Күздің бір күні Айгүл жұмыстан кештеу шықты. Күнде еңкейіп қалған. Ауылдың шетіне жете бергенде алдынан жеңіл көлік келіп тоқтады. Көліктен бірнеше жігіт түсті. Айгүл, ренжіме. Біз сені алып кетуге келдік деді олардың үлкені. Айгүл не болғанын түсінбей, кейін шегінгенмен жігіттер оны көлікке отырғызып алып кетті. Үйге жетпеген қызым Нұрлан мен Күләш әбігер болып іздей бастады. Кеш батпай жатып есік қағылды. Келген хабаршы: "Аға, апа, уайымдамаңыздар. Қызыңыз аман. Біздің ауылдың жігіті Бақтияр алып қашты. Үлкендер сіздерді құдалыққа шақырып жатыр" деді. Бұл хабар Нұрланның жүрегіне ауыр тиді. Қызымды өз еркінсіз алып кеткені қалай деп ашуланды. Сол түні-ақ Марат бастаған ағайындар қуғыншы болып аттанды. Қыз отырған үйге барған соң екі жақтың үлкендер ұзақ сөйлесті. Айгүл де ата-анасының алдына шықты. "Қызым, өз ойыңды айт. Қайтамын десем қазір алып кетеміз" деді Нұрлан. Айгүл үнсіз біраз тұрды. Сосын жай ғана: "Әке, енді осы босағаны аттадым. Елдің сөзіне қалмайын. Осы үйде қалайын" деді. Қыздарының шешімін естіген соң Нұрлан ауыр күрсінді. "Онда бағың ашылсын, қызым." Екі жақ қол алысып келісімге келді. Ертеңіне ауыл адамдары жиналып беташар жасалды. Ақ жалуықта аналар шашу шашып, үлкендер ақ батасын берді. Сол күннен бастап Айгүл Бақтиярдың шаңырағының келіні атанды. Бақтияр қара шаңырақтың үлкен ұлы екен. Үйде ата-анасынан бөлек тұрмыс құрмаған екі қарындасы бірге тұратын. Айгүл жаңа босаған аттап кіргенде екі қайын сіңлісі күлімдеп қарсы алды. Бірақ сол сәтте олардың мінезі өзінікіндей қыңыр, айтқаннан қайтпайтын қыздар екенін қайдан білсін. Беташар өткен күннен бастап Айгүлдің жаңа өмірі басталды. Бірақ ол өмір өзі армандағандай болмады. Келін болып түскен алғашқы күннен ақ үйдің бар тірлігі Айгүлдің мойнына тартылды. Таң қылаң бере тұрып кеш батқанша тыным таппайтын. Малдың жем-шөбі, қораның жұмысы, үйдің тазалығы, тамақ әзірлеу бәрі соның міндеті еді. Ал екі қайын сіңліс болса қолына ине ұстап, бір шын аяқ жуып көрмеген ерке болып өскен қыздар екен. Төс ауғанша ұйықтайды, оянса телефон шоқлайды. Дастархандайын болғыса ғана келіп тамақ ішеді, киімдерін шешкен жеріне тастап кетеді. Жуғанды жинағанды Айгүл. Тіпті шай ішкен кеселерінде ас үйге апаруға ерінетін. "Келін бар емес пе, сол істесін" дейтін күліп. Айгүл алғашында бәріне сабырмен қарады. Жаңа түскен келімін уақыт өте бәрі түзелер деп өзін жұбататын. Бірақ күн өткен сайын жұмысы көбеймесе азаймайды. Ең қиыны Бақтияр еді. Айгүл тұрмысқа шыққанда оны отбасының қорғаны болады деп ойлаған. Алайда көп ұзамай оның мүлде басқа адам екенін түсінді. Бақтияр өз бетінше шешім қабылдай алмайтын. Анасы не десе сол заң. Анасы ақ десе ақ, қара десе қара. Тіпті Айгүлдің сөзін тыңдамай жатып, "Анам бекер айтпайды, соған көн" деп қысқа қайыратын. Сол кезде ғана Айгүл жүрегінің түбінде бір өкініштің қылтиып келе жатқанын сезді. Бірақ бұл оның көретін азабының әлі бастамасы ғана еді.
Айгүл бұл шаңыраққа келін болып түскеннен кейін көп ұзамай бұл үйдің шын бейнесін көре бастады. Қайын атасы қатыгез мінезді адам екен. Аузына келгенін айтып ашуланса боқтық сөзді қарша бұраңдататын. Сенен келін емес, бәле кірді бұл үйге деп ұрсатын. Айгүл үнсіз ғана басын төмен салатын. Өйткені қарсы жауап берсе, одан сайын ушығатын түсінді. Енесінде мейірім көрсете қоймайды. Олын ерекше қызғанатын. Бақтияр жұмыстан келе қалса болды, келіннің үстіне сөз таситын. Күні бойы не бітірді? Үйдің шаруасын дұрыс істемейді, саған қабақ шытып жүреді. Бізге құрметі жоқ, осындай келін көрмеппін деп күнде бір жала жабатын. Айгүл не айтса да тыңдайтын ешкім болмайтын. Бақтияр анасының сөзіне күмән келтірмейтін. Анам өтірік айтпайды дейтін де ашуға булығып Айгүлге тап беретін. Алғашқы рет шапалақпен тартып жүргенде Айгүл аң-таң болып қатып қалған. Бәлкім ашумен істеген шығар деп өзін жұбатты. Бірақ ол бір ретпен тоқтамады. Үйде бір кикілжің шықса да, енесі бірдеңе десе де, қайын сіңлілер өтірік жыласа да, бәрінің соңы бірақ нәрсемен аяқталатын. Бақтиярдың қолы Айгүлге көтерілетін. Айгүл түнде ешкімге білдірмей, жастығын құшақтап жылайтын. Сол сәтте оның есіне еріксіз Жазира түсетін. Кезінде өзі де Жазираның көңілін күнде жаралап, көз жасына себеп болған ойлағанда жүрегі шым ететін. Бірақ өмірдің өзіне дәл осылай жауап қайтаратын ол ешқашан елестетпеген еді. Күн өткен сайын Бақтияр мінезі ушыға берді. Анасы бірау сөз айтса болды, ашуын Айгүлден алатын. Сол күні де болмашы нәрседен жанжал шықты. Енесі, келіннің тілі ұзарып барады деп Бақтияр тағы айрап салды. Бақтияр ашуға булығып Айгүлді аяусыз сабады. Айгүлдің беті көгеріп ерін жарылды. Қолдарымен иығы қан талап кеткен еді. Түнің бір уағында ешкімге білдірмей үйден шығып кетті. Таң ата ол әке шешесінің үйінің есігін қақты. Есікті күләш ашты. Айгүл, мына түрің не? Қызың құшақтай алған анасының жүрегі қарсы айырылды. Бірер сағаттан кейін Марат та келді. Айгүлдің денесіндегі көгерген іздерді көріп қабақ түйілді. Сол кезде ас үйде шай құйып жүрген Жазира ауыр күрсініп, мен де бұл үйге алғаш келін болып түскенде талай ауыр сөз естідім, сабыр еттім. Әр үйдің өз қиындығы болады. Қыздың барған жері өз үйі. Ата енесі де мәңгі жасамайды ғой. Бәлкім шыдаса, бәрі түзелер деді. Жазира мұны жамандықтан емес, өзі сеніп келген түсінікпен айтты. Марат үнсіз басын изеді. Иә, барған жерінен қайтқан дұрыс емес деді. Айгүл көз жасын сүртіп, аға, ол мені өлтіре жаздады дегенмен сөзіне құлақ асқан ешкім болмады. Марат оның көгерген денесіне тағы қарап шықты. Бірақ бәрібір ерлі зайыптың арасына бөтен адам араласпайды. Жүр үйіңе апарам деді. Бармаймын, өлтірсе де бармаймын. Айгүл жалынып, жалбарынды. Бірақ Марат қарындасының қолынан тартып сыртқа алып шықты. Айгүл қанша қарсыласқанымен ағасы оны көлікке тұрғызды. Көлік ауылдан ұзап бара жатқанда Айгүл терезеден туған үйіне соңғы рет көз тастады. Сол сәтте оның жүрегінде бір ғана ой туды. Өз үйімде мені қорғамады. Ал бұл сапар оның өмірін бұрынғыдан да ауыр ғазапқа айналдыратын ешкім білген жоқ. Марат Айгүлді Бақтиярдың үйіне алып келген соң, оның ата енесінің алдында басын иіп, апай, аға, қарындасымның күнәсі болса кешірім сұраймын. Жастықпен қателескен шығар, енді мұндай қайталанбайды деді. Осылайша Марат туған қарындасын өз қолымен қайтадан тозаққа тастап кетті. Үйдің есігі жабылған бойда Бақтиярдың ашу бұрқ ете қалды. Төркініне барып, бізді не деп жамандадың деп айғайлады. Мен ешкімді жамандаған жоқпын, өтірік айтпа. Ол Айгүлдің сөзін тыңдамастан қайтадан ұра жөнелді. Сен ешкім керек етпейді, көрдің бе? Өз туған ағаңның өзі сені қорғамады. Қайта осы үйге әкеліп тастады. Енді қайда барасың? Кімге керексің? Айгүлдің денесі көгеріп, әл дәрмені таусылды. Ол үнсіз жылаудан басқа ештеңе істей алмады. Ал бұл кезде Нұрлан мен Күләш жолдарының ісіне қатты ашулы еді. Қызың көгерген денесін көрдің. Сонда да қалай ғана қайта апарып тастадың деді Нұрлан. Балам, ол сенің туған қарындасың ғой. Ертең бір жамандық болса соған қалай жауап бересің деп Күләш көзіне жас алды. Марат та ашуланып жауап берді.
Айгүл кезінде Жазираға күн көрсеткен жоқ қой. Сонда Жазира ажырасып кетті ме? Жоқ. Өлді ме? Жоқ. Міне, шыдап жүр. Айгүл де шыдасын. Әр әйел бараған жерінің қиындығына төзу керек. Бұл сөзден кейін үй ішін үстік басты. Жазира да ештеңе айта алмады. Кезінде өз айтқан, шыдаса бәрі түзелер деген сөзін енді Айгүлдің азабын ақтауға себеп болып кеткен ойлап, іштей қатты өкінді. Күләш шыдай алмады. Көз жасын тия алмай еңіреп жылап жіберді. Балам, сен әлі әке болған жоқсың. Сондықтан менің жанымды түсінбей тұрсың. Ата-ана үшін әр перзенттің орны бөлек болады. Ешбір әке мен ана баласын жамандыққа қимайды. Сен де ертең әке боларсың. Сонда менің бүгінгі жүрегімнің қалай қанжылап тұрғанын түсінерсің. Дауысы дірілдеп кетті. Мен сенен мұндайды күтпеп едім, Марат. Қарындасыңды қорғайды деп едік. Ал сен өз қолыңмен оны қайтадан тозаққа апарып тастадың. Сенен қатты көңілім қалды. Марат үнсіз қалды. Бірақ ашуын баса алмай, анашым, мен дұрыс істедім. Ерлі зайыптың арасына араласуға болмайды, деді. Осы сәтте Нұрлан орнынан ауыр көтерілді. Қолына ұзақ қарап тұрды. Көзінде өкініш қана бар еді. Бүгін сен мені қатты жерге қараттың, балам. Ертең қарындасыңа бірдеңе болса, өмір бойы өзіңді кешіре алмайсың. Осыны айтты да сыртқа шығып кетті. Сол күннен бастап Нұрланның Маратқа деген көңілі суып қалды. Бұрынғыдай сырласпайтын болды. Үйдің берекесі тағы қашты. Күләш дауылына өкпелеп, бір дастархан басына бірге отырмай қойды. Ал Жазираны көрсе де көңілі бұзылатын. Бір күні шыдай алмай, қызым, сенің де көрген күнің ауыр болды. Бірақ сен көрген қорлық Айгүлдің көріп жүрген азабының бір бөлігі ғана. Соған қарамастан сен Маратқа шыдасын деп айтып, оны туған қардасына қарсы қойдың ғой. Бұның дұрыс болмады. Әйелдің мұңын түсіну керек еді, деді. Жазиран бас төмен түсті. Көзінен жас ыршып кетті. Ол Күләштің бір ауыз сөзінің өз үшін ең ауыр жаза болғанын сезді. Өйткені шынында да сол күні айтқан сөзі Айгүлдің тағдырын одан сайын ауырлатып жіберген. Енді ғана жан тәнімен түсінген еді. Айгүлдің көрген қорлығы күн өткен сайын күшейе түсті. Күнде ұрыс, күнде таяқ. Бір күні Бақтияр тағы да оны аяусыз соққыға жықты. Сол түні Айгүлдің іші қатты ауырып, қан кете бастады. Жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілгенмен, дәрігерлер құрсағындағы сәбиді аман алып қала алмады. Айгүл түсік тастады. Бұл хабар Мараттың жанын түршіктірді. Ауруханаға келгенде қарындасын танымай қалды. Бір кезде жайдары күлетін қыздың жанары сөніп, жүйкесі әбден жұқарған еді. Ол ешкіммен сөйлеспейтін. Кейде өзімен өзі көбірлеп, кейде ұзақ уақыт бір нүктеге қадалып отыра беретін. Дәрігер жүйкесіне қатты салмақ түскен. Мұндай күй жалғаса берсе, есінен айырылып қалу мүмкін, деді. Сол сөзден кейін Марат алғаш рет өз қателігін түсінді. Енді сені ол үйге жібермеймін. Бізбен бірге тұрасың, деп Айгүлді өз үйіне алып қайтты. Бұл кезде Жазира жүктілігінің 5-ші айында, деді. Бір күн Айгүл ас үйден тамақ алып жатып, қолындағы сары майды жерге түсіріп алды. Майды қоқысқа тастады да еденді сүрту үшін сыртқа сүрткіш алуға шықты. Дәл сол сәтте ас үйге Жазира кірді. Едендегі майды байқамай, аяғы тайып кетіп, шалқасынан қатты құлады. Жазира жан даусымен айғайлап жіберді. Бір сәтте қағанат суы кетіп, артынша қан кете бастады. Үй сабыр болып жедел жәрдем шақырылды. Дәрігерлер қолдан келген бәрін жасағанмен, қағанат суы кетіп қалғандықтан Жазираны мерзімінен бұрын босандыруға мәжбүр болды. 5 айлық сәби тірі туылғанмен бірнеше минуттан кейін шетінеп кетті. Бұл қасіреттен кейін бүкіл отбасының тағдыры тағы да бір рет астан-кестең болды. Жазираның сәбиінен айырылғанын естіген Мараттың ашуы ақылына жеңдірмеді. Ол бірден Айгүлге тап берді. Сенің кесіріңнен болды бәрі, деп Айгүлді жұлқылай жөнелді. Өзің сәбиіңнен айырылдың, енді Жазираның да баласын түсірдің бе? Жеңгеңді ешқашан көре алмадың. Әдейі еденге май жағып кеткенсің. Айгүл көз жасына ерік берді. Ағай, мен олай істеген жоқпын.
Мен май абайсызда төгіліп кетті. Сүрткіш алуға ғана шыққан едім. Өтірік. Саған енді сенбеймін. Марат ашумен Айгүлдің аяқ киім кешегін бәрін сөмкеге тыға бастады. Мен сен өзгерген шығар, тәубеңе келген шығар деп үйіме кіргізіп едім. Бірақ сенің бұл үйде енді орның жоқ. Айгүл қанша жалынса да Марат тыңдамады. Оны көлікке отырғызып қайтадан Бақтиярдың үйіне алдына апарып тастады. Көліктен түсер айында Айгүл ағасына ұзақ қарап тұрды. Жүрегі тас талқан болған еді. Аға, бүгін сен мені туған үйімнен емес, өмірден қуып шықтың. Маған жала шаптың. Менің сөзіме сенбедің. Жазықсыз болсам да кінәл еттің. Ол көз жасын сүртіп, дірілдеген дауыспен сөзін жалғастырды. Осы ісің алдыңнан шықсын. Бір күні сенде жалаға қалып өз үйіңе сыймай, өзегің өртеніп, көше кезіп қал. Сонда бүгінгі істегенің үшін есіңе түсер. Осы сөзді айтып Айгүл артына бұрылмай, Бақтиярдың үйіне кірмей, көшенің басына қарай кетіп бара жатты. Жазира ауруханадан шыққан соң болған оқиғаның шындығын Маратқа айтты. Марат, сен Айгүлді бекер кінәладың. Ол сарымайдай төккен жоқ. Мен оны көрмей қалдым. Құлап бара жатқан сәтімде Айгүлдің сырттан сүрткіш алып келе жатқан өз көзімен көрдім. Егер ол әдейі істеген болса, сол жерде тұрар еді. Ол еденді сүртуге кеткен болатын. Айгүлдің бұл оқиғаға ешқандай кінәсі жоқ. Бұл сөзді естіген Мараттың жүрегі шам ете қалды. Сол күні-ақ ол Айгүлді іздеп Бақтиярдың үйіне барды. Бірақ Айгүл ол жерден кетіп қалған екен. Қайда кеткен білмейміз, сол кеткеннен қайтып оралмады деді Бақтияр. Содан бастап Мараттан, Нұрлан мен Күләш те Айгүлді жан-жақтан іздеді. Туыстарынан сұрады, таныстарына хабарласты. Бірақ Айгүлден ешқандай хабар болмады. Айгүл ешкімге білдірмей басқа қалаға кетіп қалған еді. Базарда картоп, пияз, сәбіз қаптап, ауыр жүк көтеріп күнелтті. Тапқан ақшасын тиындап жинап, аш-жалаңаш жүрсе де ешкімге қол жаймады. Ешкімге масыл болмай, адал еңбегімен өмір сүрді. Уақыт өте келе бір бөлмелі шағын баспана сатып алды. Жалғыз тұрса да ешкімге өкпе артпады. Өйткені ол өмірдің алма кезек екенін әлде қашан түсінген болатын. Кезінде өзім де Жазираға қиянат жасадым. Бүгін сол жасаған өз алдымнан шықты деп өзін ғана кінәлайтын. Жылдар зулап өте берді. Сол жылдардың ішінде Нұрлан мен Күләш те өмірден өтті. Бірақ Айгүл бұл қаралы хабардан бейхабар қалды. Сөйтіп туған әке-шешесін ақтық сапарға шығарып сала алмады. Ал Мараттың шаңырағында өмір жалғасып жатты. Тұңғышы Мансұр есейіп келе жатты. Одан кейін екі қызы дүниеге келді. Мансұр ата әжесінің көзінің тірісінде ерекше еркесі болды. Әкесі де анасы да оның айтқан жерге тастамай еркелетіп өсірді. Бірақ ешкім тағдырдың әлі де өз есебін толық аяқтамаған білген жоқ еді. Жылдары зулап өте берді. Мараттың тұңғышы Мансұр жігіт болып жетті. Мінезі де әкесіне тартқан еді. Қыңғыр, айтқаннан қайтпайтын, ашуға тез берілетін. Бір нәрсені дұрыс деп шешсе, ешкімнің сөзін тыңдамайтын. Уақыты келіп Мансұр үйленетінін айтты. Көп ұзамай ол жары Мадинаны үйіне алып келіп, ата-анасымен таныстырды. Марат пен Жазира ұлдарының отау ұрғаны қатты қуанды. Келін түсі үйдің берекесі артады деп, ақ орамалын жайып той жасап, Мадинаны ақ босағадан келін етіп түсірді. Алғашқы күндері бәрі жақсы көрінгендей болды. Алайда бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Көп ұзамай Мадинаның шын мінезі ашыла бастады. Ол өте қырсық, өркөкірек, ешкімнің сөзін тыңдамайтын келін болып шықты. Енесіне де, қайын атасына да құрмет көрсетпейтін. Үйдің берекесі тағы да қаша бастады. Мадинаның мінезі күн өткен сайын ашуға ұласа түсті. Ол Марат пен Жазира мүлде сыйламайтын. Әр сөзінде кемсітіп, олардың көңіліне тиетін. Сендердің замандарың өтті. Енді бұл үйде бәрі біздің айтқанымыз болады деп тай салмай сөйлейтін. Оның осындай сөздерін күнде естіген Мансұр да әйелінің ықпалына толық түсіп кетті. Әкесі мен шешесіне қарсы сөйлеп, дауыс көтеруді әдетке айналдырды. Егер бұл үйдегі тәртіп ұнамаса, өздерің кетіңдер деп, өз ата-анасына айғайлайтын болды. Бұл сөздер Мараттың жүрегін қанжылатты. Өйткені кезінде өзі де дәл осылай анасының сөзін тыңдамай, қарындас Айгүлге араша түспеген еді. Енді сол қателіктің жазасын
өз өмірінен көріп жүргендей сезінді. Үйде күн сайын ұрыс керіс, күн сайын реніш, күн сайын айғай. Сондықтан Марат жұмыстан кейін үйіне асықпайтын болды. Көшеде ұзақ жүріп, кейде көлігінің ішінде отырып уақыт өткізетін. Өз шаңырағына өзі сыймай қалғандай күй кешті. Ақыры басқа қаладағы жұмысқа өз еркімен ауысты. 15-20 күндеп іс сапарда жүретін болды. Үйге сирек келетін. Өйткені өз үйіне оралудан қорқатын. Бір күні кешкісін жалғыз келе жатып, Айгүлдің жылдар бұрын айтқан сөзі кенет есіне сап ете қалды. Аға, сен мені бүгін үйіңнен қуып шықтың. Бір күні сен де өз үйіңе сыймай, көше кезіп қал. Барар жерің, басар тауың болмасын. Мараттың жүрегі шым ете түсті. Өйткені сол қарғыстың біртіндеп орындалып жатқан ол енді анық сезінді. Кезінде өз қарындасын үйінен қуған еді. Ал бүгін өз үйіне өзі сыймай, көшеде уақыт өткізіп жүрді. Бұл оқиға бір күнде болған жоқ, бәрі бала күннен басталды. Бауырлар арасындағы түсінбеушілік, қызғаныш, реніш, уақыт өте келе үлкен жараға айналды. Ағасы қарындасына араша түспеді. Қиын сәтте қорғаудың орнына оны үйінен қуып шықты. Ал қарындасының жан жарасынан шыққан қарғысы жылдар өткен соң ағасының өз тағдырына айналды. Сондықтан бұл әңгімеден әрбір ата-ана сабақ алса екен деймін. Балаларды кішкентайынан бір-біріне бауырмал болуға, мейірімділікке, кешірімділікке тәрбиелейік. Әр баланың отбасындағы орнын, міндетін түсіндіріп, ешқайсысын алаламай әділ болайық. Бір-біріне қарсы қоймай, керісінше бір-біріне сүйеу болуды үйретейік. Әңгіме ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыра кетсеңіздер.